Ал балдар, бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы масса, жылдамдық, уақыт. Бүгін біз өлшемділікке қатысты ең соңғы сабағымызды өтеміз. Масса, жылдамдық, уақыттың бүгін біз қ-ға айналдыруды үйренеміз және оған қатысты есептер шығарамыз. Енді массаның бірліктерімен танысайық. 1 тоннада 1000 килограмм бар, 1 граммда 10-3 дәрежесінде килограмм бар, 1 миллиграммда 10-3 дәрежесінде килограмм бар, ал 1 центнерде балдар 100 килограмм бар. Енді осы бірліктерге сәйкес есептер шығарып үйренейік. 7 тоннаны килограммға айналдыру үшін 7-ні 1000-ға көбейтеміз. Сонда балдар бізде 7000 килограмм шығады. 3500 миллиграммды килограммға айналдыру үшін кестеге қарасаңдар -6 дәрежесіге көбейтеміз. Бірінші 3500-ді ықшамдап алсақ дұрысырақ болады. 35 көбейтілген 2 дәрежесі деп, оған жаңағы -6 дәрежені қоя саламыз. Көбейту кезінде дәрежелер қосылады, алайда дәрежені минусты ескереміз. 35 көбейтілген 4 дәрежесінде килограмм болады. 200 граммды килограммға айналдырамыз. 200 бөлеміз 1000. Тең 0,2 килограмм. 0,24 тоннаны килограммға айналдырамыз, сонда 240 килограмм болады. Келесі, уақыттың және жылдамдықтың бірліктерімен танысамыз. Уақытты балдар біз уақытты Т әрпімен белгілейміз. Оның негізгі өлшем бірлігі балдар секунд, сондықтан да біз барлығын секундқа айналдырамыз. 1 минутта 60 секунд бар, ал 1 сағатта 60 минут бар балдар. 60-ты 60-ға көбейтеміз, сонда 3600 секунд шығады. 1 тәулікте 24 сағат бар, ал 1 жылда 365 тәулік бар. Енді балдар, осы жылдамдықтың бірліктерін негізгі метр секундқа немесе метр секундты километр сағатқа айналдыруды үйренеміз. 1 километр сағатты метр секундқа айналдыратын болсақ, сендер білесіңдер, 1 километрде 1000 метр бар, ал 1 сағатта 3600 секунд бар. Қысқартатын болсақ, 1 бөлінген 3,6 шығады. Яғни балдар, біз мысалы 72 километр сағатты 36 километр сағатты метр секундқа айналдыратын болсақ, оңай ғана 3,6-ға бөлесақ болады екен. 1 километр секундты метр секундқа айналдырайық. Километрді метрге айналдыру үшін 1000-ға көбейтеміз, ал секунд өз күйінше тұрады, сонда 1000 метр секунд болады. 1 километр минутты метр секундқа айналдырамыз. 1000-ға көбейтеміз, 1 минутта 60 секунд бар, сонда 100 бөлінген 6 болады, метр секунды. Ары қарай шығара береміз. Енді 1 метр секунды километр сағатқа айналдыратын болсақ, керісінше балдар біз 3,6-ға көбейтесақ болады. Сол кезде балдар километр сағат шығады бізде. Ал енді осы жаңағы берілген өлшем бірліктерге есептер шығарайық. Берілген шаманы метр секундқа айналдырамыз балдар. 18 километр сағатты метр секундқа айналдырсақ, біз 18 көбейтеміз 1000, бөлеміз 3600 десек те болады. Болмаса балдар, біз 18-і 3,6-ға бөлесек те болады. Сонда бізде 5 метр секунд шығады. Келесі 420 метр өз күйінше қалады, минутты 60. Бізде бұл жерден 7 метр секунд шығады. 5 сантиметр секунд 5, оны бөлеміз 100-ге. Ал секунд ешнәрсеге айналдырмаймыз, секундпен қалады, сонда 0,105 метр секунд. 2 дециметр секундты дәл сондай 2-ні бөлеміз 100-ге. Метр секунд болады. Келесі, берілген шаманы километр секундқа айналдырамыз дейді. 2 метр секундты километр сағатқа айналдырсақ, балдар, біз 2-ні, балдар, оңай ғана жолы 3,6-ға көбейте саламыз. Сонда 7,2 километр бөлінген сағат шығады. 18-ді көбейтеміз
3,6-ға. Сонда балдар бізде 64,8 километр сағат шығады. Дәл солай 40-ты көбейтеміз 3,6-ға. Тең балдар 144 километр сағат шығады. Келесі 10 метр секундты 3,6-ға көбейтсек 36 километр сағат шығады. Дәл бұл осы жолы балдар біз балдар мыңға бөліп, оны 3600-ге көбейткеннен көрі оңай ғана 3,6-ға көбейте салған оңайырақ. Ендігі сабағымызда балдар біз механика курсындағы жылдамдық және бір қалыпты емес қозғалыстарды өтеміз. Сабағымызды жіберіп алмаңыздар.